Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, жұмсақ, кез келген дастарханның сәнін келтіретін рогаликидің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк басып комментарий жазамыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды саламыз. Оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Және қолымыздың көмегімен песочный қамыр дайындап аламыз. Өте оңай рецепттердің бірі. Песочный қамыр дайын болғаннан кейін үстіне қантымызды, 2 жұмыртқаның сарыуызын және қаймақты саламыз. Барлық заттардың өлшемі видеоның астында описаниеде жазылып тұр. Осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өте әдемі рогаликилер шығады. Қаймағымызды салғаннан кейін осылай қолымыздың көмегімен өте жұмсақ, нәзік қамыр илейміз. Бізде қамырымыз осылай сап-сары, өте әдемі болып шығады. Қолға жабыспайтын, жылтыр, жұмсақ қамыр дайын болады. Міне қарап отқандағыңыздай қамырымыз өте керемет болды. Және пакетке салып, морозильникте жарты сағатқа қоямыз. Біз қамырымызды морозильниктен шығардық. Келесі кезекте осы тұрған қамырымызды 6 бөлікке бөлеміз. Қарап отсаңыздар, қамырымыз өте күшті болып шықты. Бізде қолға мүлдем жабыспайды. 2-ке бөлгеннен кейін тағы бір бөлігін 3-ке, екінші бөлігін тағы 3-ке бөліп, сонда 6 дөңгелек қамыр пайда болады бізде. 6-ауында осылай қолымыздың көмегімен дөңгелек етіп дайындаймыз. Осылай. Дастарханға қойсаңыздар, өте керемет бәліштердің бірі. Кішкентай кезімізде мамам бізге өте көп дайындап беретін, арасына варенка қосып, варенье қосып, немесе сыртын креммен солай жасап беретін еді бізге. Сол есіме түсіп, осы рецепті түсіргім келді мен. Жаңа 6 қамырды дөңгелек етіп дайындап болғаннан кейін осылай оқтаудың көмегімен жақсылап жаямыз. Өте жұқа етіп жаямыз. Бұның көлемін өздеріңізге қалай ыңғайлы солай жасасаңыздар да болады. Мен өзім кішкентай көлемде жасаған ұнатамын, себебі рогалики болғаннан кейін кіші көлемде болған әдемірек көрінеді мен үшін. Сіздер үлкен қылып жасасаңыздар да болады. Жаңа 6-ға емес 4-ке бөліп солай жасасаңыздар да болады. Мен өзім рогаликидің кішкентай болғанын қалаймын. Сол себепті қамырымды 6-ға бөлдім. Қамырды жұқа етіп жайып болғаннан кейін осындай бөліп шығамыз, осылай бөліктерге. Және осылай төменгі жағынан жоғары қарай орап шығамыз. Бізде өте керемет форма болып шығады. Теп-тегіс. Менің осы рецептіммен жасасаңыздар, осындай сәтті рецепт болып шығады. Бір жасағаннан шығады бұл рецепт. Сол үшін осы рецептпен жасасаңыздар болады.
осылай барлығын төменнен жоғары қарай орап шығамыз. Қарап отырсаңыздар, өте керемет болып жатыр біздің рогаликелеріміз. Шаймен ішкенге өте керемет печеньелердің бірі. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Міне қарасаңыздар, өте керемет болып шығып жатыр. Барлығын осылай орап шыққаннан кейін рогаликелерімізді табамызға жайғастырып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. 20-25 минутта пісіп шығады. Осылай рогаликемізді бір-біріне жақын қоя береміз, себебі бұның ішінде дрожь немесе көтерілетін разрыхитель деген салмалар жоқ. Сол себепті кішкене ғана көтеріледі. Осылай арасын жақын қоя берсеңіздер болады. Барлығын осылай біркелкі етіп қойып шығамыз табамызға. Және үстінен жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Барлығына бір-бірлеп жағып шығамыз. Жұмыртқа ол біздің рогаликелеріміздің жылтырлығын немесе әдемі болып көрсетеді. Сол себепті жұмыртқаны жағып шықтық. 180 градуста, тағы айтамын, 20-25 минутта пісіп шығады. Міне біздің рогаликелеріміз пісіп шықты. Қатты қызартпаймыз, осылай пісірсеңіздер болады. Қатты қызартсаңыздар, уже рогаликелердің асты күйіп бастайды. Осындай пакетке ыстық күйінде саламыз. Барлығын ыстық болу керек. Пештен шыққан бойда пакетке саламыз. Және оның үстінен сахарный пудра саламыз. Мен осындай сахарный пудра үстінен саламыз осылай. Көп мөлшерде сала беріңіздер. Араластырғанда жақсы араласатын болады. Және пакеттің аузын орап, қатты орамаймыз. Осындай ауа кіргізіп ішіне. Барлығын осылай, барлығына сахарный пудра тигенше осылай айналдырамыз. Келесі кезекте әдемі ыдысымызға рогаликтерімізді саламыз. Біздің рогаликтеріміз дайын болды. Қараңыздар, өте керемет, дәмі де өте дәмді болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай рецепт және кез келген қонақтарыңыздың көңілінен шығады. Балаларыңызға да жасасаңыздар, осындай кішкентай қылып жеуге де өте ыңғайлы. Шаймен ішкенге де өте дәмді рогаликелердің бірі. Біздің рогаликелеріміз осындай әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Диана. Ас болсын, сау болыңыздар.